Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз оразаның адам ағзасына пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Достар, біздің арнамызға келіп түскен жылы лебіздеріңізге көп рахметімізді айтамыз. Сіздердің осындай комментарийлеріңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға, одан әрі жұмыстануға шабыттандырады. Баршаңызға көп рахмет. Алдағы уақытта одан да күшті, пайдалы видеолармен сізді қуантатынымызға сенімдіміз. Оразада жасушалар жаңарып, ескілері жойылады. Ораза адам организміндегі қажетінен артық және ескі жасушаларды жоюшы қызметін атқарады. Оразаның тәртібі бойынша адам жылына бір ай толығымен ауыз бекітеді. Күніне кем дегенде 14 сағат жеп ішуден тыйылып, одан кейін бірнеше сағатқа аузын ашып, әл жинап алуы қажет. Бұл адам ағзасындағы жасушаларды жандандырып, керек еместерін жою процесіне қажет уақытқа дәлме-дәл келеді. Адам қарны ашқан кезде әлсіз жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін адамның ішкі организмдері белсенді жұмыс істейді. Осы сәтте адам ағзаларының белсендігі артып, өміршеңдігі күшейе түседі. Сондай-ақ ораза адам организмін тас, артық ет, май мөлшері сияқты зиянды заттардан арылтады. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 50 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Ораза қант ауруына тосқауыл болады. Ораза тұту қандағы қант үлесін барынша төмен мөлшерге түсіруге үлкен септігін тигізеді. Себебі ораза ұстаған кезде адамның ұйқы безі дем алады. Ұйқы безі қантты крахмалды заттар мен майларға айналдыратын инсулин бөледі. Егер адам ұйқы безі шығаратын инсулиннен артық мөлшерде тамақ жейтін болса, онда бұл ұйқы безіне ауыр тиіп, жұмыс істеу белсенділігін төмендетеді. Осылай жалғаса берсе, ұйқы безі өз функциясын атқарудан қалады. Осы уақытта адам бойындағы қант қанға тарай бастайды, және оның қандағы құрамы бірте-бірте көбейіп, адам қант ауруына шалдығады. Қазіргі әлемнің біраз жерінде қант дертіне шалдыққан адамдарды ораза тұту арқылы емдеу етек алуда. Ауыз бекіту арқылы қант ауруын емдеу процесі былай жүреді. Пациент 3 апта бойы күніне қанындағы қанттың мөлшеріне байланысты 10 сағат пен 20 сағат арасында ауыз бекітеді. Одан кейін ауыз ашқан кезде жеңіл тамақтармен қоректенеді. Бұл химиялық дәрі-дәрмектерді қолданбай, қант ауруын емдеудегі өте ұтымды жол екенін медицина дәлелдеп отыр. Француз биологы, ішкі ағзалар бойынша білікті дәрігер болған Нобель сыйлығының лауреаты Алексис Карел өзінің белгісіз адам деген еңбегінде былай дейді. Адамдар барлық ғасырда ораза тұтқан. Сондай-ақ барлық дінде тамақ судан тыйылып, ауыз бекітуге шақырудан ешқашан тыйылған емес. Адам ауыз бекіткенде ең бірінші аштық, одан соң денеде әлсіздік сезінеді. Бұл сыртқы болып жатқан жағдайлар, бірақ ішкі организмде құбылыстар бұған қарағанда маңыздырақ. Осы сәтте бүйректегі қант қимылдайды. Онымен бірге терінің астында сақталған майлар да қимылдап ериді. Ішкі ағзалар мен жүрек бір қалыпты жұмыс істеу үшін барлық организм өзіндегі сақталған қордан қажетті энергияны жұмсай бастайды. Бұл болашақта адам организмінің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Карел айтып отырған тамақтан белгілі бір мерзімге тыйылып, ауыз бекіту мұсылмандардың ораза тұту үлгісіне толықтай келетінін айта кеткен жөн. Ораза артық салмақтан арылуға әсер етеді. Егер ораза ұстаушы ауыз ашқаннан кейін жейтін тамақ мөлшеріне шектеу қойып, дұрыс режиммен жүрсе, бойдағы артық салмақтан арылуға ораза таптырмайтын әдіс. Яғни адам ұзақ уақытқа қарны аш жүріп, бірден ауыз ашқан кезде
тамақ пен сусындарға тойып алмаған жөн. Себебі бұл керісінше салмақтың көбеюіне әкеп соғады. Алла тағаланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам ауыз ашар кезде тек бірнеше құрмадан дәм тартып, азғана су ішіп, ақшам намазына тұратын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы бір әдеті бәрімізге үлгі бола алады. Себебі құрманың құрамында қант бар, ал қант қан құрамына тез тарайды. Сол себепті адам аузын құрмамен ашатын болса, бірден тоқшылықты сезеді. Сонымен қатар, құрма адам ағзалары қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Көп адамдар күні бойы тамақтан тыйылып, ауыз ашқаннан кейін бірден ауыр, майлы тамақтарды, көкөністерді жеп бастайды. Бұл тағамдарды асқазан қорытуы ұзақ уақыт алады. Ағза асқазанға түскен тамақтан өзіне керек энергиясын алып, ол қантқа айналу себебінен адам тоқшылықты сезінеді. Бірақ кісі бәрібір өзін аш сезініп, тамақтың үстіне тамақты жей береді. Сөйтіп, организмге қажетті энергияны мөлшерінен асырып жібереді. Осылайша ораза ұстау өзінің қасиеттерінің бірін жоғалтып, адам артық салмақ қосып, семіздікке ұшырайды. Ораза тері ауруларына пайдалы. Ауыз бекітудің тері ауруларымен күресуде пайдалы әсері бар. Себебі адам ораза тұтқан кезде қандағы су мөлшері азаяды, яғни терідегі су құрамы да кемиді деген сөз. Бұл терінің қуаттылығын арттырып, зиянды микробтар мен бактерияларға қарсы тұруға көмектеседі. Сондай-ақ қышыма ауруының адам денесіне әрі қарай таралуын тоқтатып, терінің майлануы және аллергиядан жазылуға да оң әсерін тигізеді. Ораза тұз байлану ауруына әсері. Бұл дерт көп тамақтанудан, әсіресе еттен жасалған өнімдермен көп қоректенуден пайда болады. Сондай-ақ адам шамасынан тыс тамақ жегенде бұлшық еттердегі протеин құрамы тым көбейіп бұзыла бастайды. Бұл адам буындарына, әсіресе аяқтағы үлкен бармаққа несеп қышқылының жиналуына әкеп соғады. Адам тұз байлану ауруына шалдыққан кезде әлгі буындар ісіп, қызарады да ауырта бастайды. Сондай-ақ қандағы несеп тұзының мөлшері көбейіп, ол бүйрекке жиналып тұнады. Бұл процесс ақырында бүйректе тас пайда болуына әкеп соғады. Сондықтан тамақ пен судан тыйылып, біраз уақытта ауыз бекіту бұл дертті емдеудегі ұтымды жол. Ораза қан қоюлануының алдын алады. Көптеген мұсылман және мұсылман емес ғалымдары ауыз бекітудің денедегі майдың құрамын азайтумен қатар холестерин мөлшерінде бәсеңдететінін жарыса айтады. Холестерин дегеніміз ол қан тамырларына тұнатын зат. Денедегі майдың құрамы көбейген сайын холестерин мөлшері де ұлғаяды. Бұның арты атеросклероз, яғни қан тамырларының майлануы дертіне және жүрек пен мидағы қанның қоюлануына әкеп соғады. Алла тағаланың білсеңдер ораза ұстанғандарың өздеріңе жақсы деген аятын естігенде таңғалудың қажеті жоқ. Біздер тамақты тым көп жеп, өзіміздің денсаулығымызға залал келтіріп жатамыз. Егер біз Алла шариғаты мен Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жолын ұстанып, тамақ көп жеуден тыйылып, айына кем дегенде 3 күн ораза тұтып жүретін болсақ, бұл дерттерге шалдығу ықтималдығы бәсеңдей түсетіні анық. Ораза адам ағзасын улы заттардан тазартады. Қазіргі кезде тағам өнімдерін ұзақ мерзімге сақтау үшін құрамына химиялық қоспалар қосылатынын баршамыз білеміз. Бұл өнімдер адам асқазанына түскен кезде улы заттарға айналып, денедегі майдың ішіне сақталып қалады. Адам ұзақ уақыт тамақтан тыйылуы әлгі майдағы улы заттардың еруіне әкеледі. Оған қоса, адам организмін улы заттардан қорғауға жауапты бүйрек, бауыр сияқты ағзаларға өз функцияларын атқаруға көмектеседі. Сондай-ақ ауыз бекіту кезінде дұрыс тамақтанып, артық тағамнан бас тартатын болса, бұл организмнің иммунитетін күшейтеді. Макфон дейтін америкалық дәрігер былай дейді: барлық адам тіпті ауру болмаса да ораза ұстауға мұқтаж. Себебі қазіргі тағам өнімдерінің улары адам бойына сіңіп қалады.
Бұл адамның организмінің белсенділігін тежеп, бойына ауырлық салып, өзін ауру сияқты сезінуге апарады. Ал адам ауыз бекіткен кезде әлгі улы қалдықтар адам бойынан жойылып, ағза тазаланады. Бойындағы аштық кезінде жойылған жасушалар ораза ұстап болғаннан кейін 20 күнге жетпей қайта жаңарады. Денедегі улы қалдықтар кетіп, жасушалар жаңарған соң адам өзін жеңіл сезініп, қуатқа ие болады. Достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Амандықта, саулықта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.